Барлықтарыңызға сәлем оқушылар. Бүгінгі біздің кезекті сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз фтор галогендердің ең ерекше элементі деп мен бөлек тақырып шағып алған болатынмын. Неге бұны ерекше элемент деп айтамыз? Себебі бізде фторды басқа галогендермен бір қатарға қойып, дәл сол схема бойынша түсіндіре салуға болмайды. Я ол галоген, я оның сыртқы қабатында жеті электрон болса да, оның белсенділігі соншама жоғары, кейбір қасиеттері хлор, жаңағыдай бром, йодтан да мықты болып кетеді. Сондықтан да бұл тақырыпты бөлек алған дұрыс деп шешкен болатынмын. Ең алдымен фтордың бізде реттік нөмірі 9 болып табылады. Осы мәліметтердің барлығын өздеріңізге түртіп жазып алыңыздар. Сессияда әр мәлімет өте бағалы, өздеріңіз білесіздер. Бұлардың бізде электрондық конфигурациясы қарапайым 1s2, 2s2, 2p5. Бұл бізде электрондық конфигурациясы деп жазып алыңыздар. Енді бұның сыртқы қабатында мына жерге қарайтын болсаңыздар 7 электрон бар. Оған тұрақты күйге жету үшін бір электрон ғана жетіспейді. Осыдан фтордың негізгі химиялық мінезі шығады. Ол электронды өте оңай қабылдайды, себебі фтор бізде өте күшті тотықтырғыш деп жазып алыңыздар. Ал енді қараңыздар. Ал фтордың изотопына келетін болсақ, фтордың бір ғана тұрақты изотопы бар, ол фтор 19, яғни табиғатта кездесетін негізгі және тұрақты изотоп. Емтиханда осыны жазсаңыздар өте күшті болады, бірақ мен радиоактивті изотопына қосқан болатын F18, яғни медицинада, әсіресе PET диагностикада, яғни позитронды эмиссиялық томографияда қолданады. Яғни есте сақтайтын ең маңыздысы бізде табиғатта тұрақты изотопы F19 деп алсаңыздар болады екен. Ал енді физикалық қасиетіне келейік. Фтор жайзат түрінде, яғни F2 молекуласы болып кездеседі екен. Негізгі физикалық қасиеті ашық сары түсті газ, өткір иісті, өте улы, және екі атомды молекуладан тұрады. Яғни біз айтқанымыз галогендер әрдайым X2 болып жүретін. Енді ауаға қарағанда ауырлау, суда нашар ериді, бірақ сумен жай еріп қана қоймай реакцияға түседі екен оқушылар. Енді мұнда бір маңызды нәрсе бар. Фтор жай ғана улы емес, ол өте реакция қабілетті, сондықтан оны сақтау да, қолдану да ерекше сақтықты қажет етеді екен. Бұның химиялық қасиетіне келетін болсақ, фтор неге сонша берсінді, неге сонша бешіне деп айтайықшы. Давайте соның бір себептерін мен осында жазып кетейін. Оның бізде атомы өте кіші. Екіншісі, мысалға, ол ядроның, оның ядросының тартылысы өте күшті берік деп алсақ та болады екен. Берік деп жаза салайық. Ал енді үшінші маңызды қасиеті электронды өзіне қатты тартады. Яғни магнит деп те кішкене сөйтіп жаттап алсаңыздар болады. Электронды өзіне қатты тартады. Қатты тартады екен. Мысалы қараңыздар, осы үш себептен бұл металдармен де, бейметалдармен де әрекеттеседі. Мысалға, бұл металдармен әрекеттесіп, фторидтер түседі екен. Мысалға, натриймен қарапайым әрекеттестіріп көрейік. Натрий қосамыз, фтор 2. Бізде натрий фториді түзіледі. Реакцияны теңестірейік, нанғалдан 2, бізде реакция тең. Мұнда натрий бізде электрон береді деп айтайық. Электрон береді. Фтор қабылдайды. Электрон қабылдайды деп жазып алсаңыздар, емтиханда өте күшті ақпарат ретінде қаралады екен. Ал енді қараңыздар, оттекті және де сутекті қосылыстарына келетін болсақ, бізде фтордың ең күшті бір айта кететін өзгешелігі бұл бос күйінде кездеспейді. Сондықтан да көбіне бұны флюорид, криолит, фторапатит деген секілді қосылыс түрінде танитын боласыздар. Ал мына жерде оттек-сутек қосылыстарына келетін болсақ, фтор-сутек қышқылын алуға болады екен. Міне осы жерде студенттер жиі қате жібереді. Олар мысалға галоген сутек демек ашқылор сияқты күшті қышқыл деп ойлап қалады, бірақ бұл дұрыс емес. Бұл өте ерекше қосылыс. Бұл түссіз газ, судағы ерітіндісі фтор-сутек қышқылы өте улы, терге шырышты қабатқа өте қауіпті болып келеді. Бұның сутек пен фтордың байланысы өте берік, яғни ешқашан да бүйтіп ажырап кетпейді. Бұның атомы өте кішкентай болғандықтан және электр теріліс болғандықтан сутек пен арасына байланысы осындай мықты болады екен. Енді мен сіздерге бір өте қызықты факт дайындап келдім. Бұның шыныны ерітеді деп айтатын боламыз. Қазір қараңыздар, мен сіздерге бір сурет көрсетемін. Мысалы қараңыздар, басында мына бізде
допустим жаңағы шыны деп алайық, бұған ерітінді ретінде күкірт оксидін қосады, кремний диоксидін қосады. Осы екеуі әрекеттескен кезде бізде қараңыздар, басында осындай жылу бөлініп, қайнап атқан, буланып кеткен реакция жүріп жатыр, и соңында қарапайым су болып, яғни мына жерде шыныны толықтай ерітіп жіберген екен. Бұл реакция бізде осылай болады. Бұны да емтиханда жазған болсаңыздар, өте мықты, өте ұнайтын классикалық факттың біріне жатады. Енді бұл жерде оттекті қосылыстарына түседі. Енді қараңыздар, бұлар ең күшті факт, бұл жерде бұлар нағыз оксидтер түзбейді екен. Өзіміз білеміз, оксид бір металмен оттектің қосылыстарын айтады екен. Бірақ бұлар ондай не түзбейді. Мысалға, оксид дегеніміз оттек теріс тоту дәрежесін көрсететін қосылыс болатын болса, фтормен қосылса, керісінше оттек фторға подстраиваться етіп, оң тоту дәрежесін көрсетеді екен. Фтор өткен қатты электр теріс деп айтқан болатынбыз. Сондықтан фтор мен оттектің қосылыстары фтор оксидтері емес, оттек фторидтер деп аталады. Негізгілері бізде оттек дифториді, диоттек дифториді деп жазып алыңыздар. Енді бұның табиғатта таралуына келетін болсақ, мынау алдыңғы слайдтан қалып қойды, сондықтан бұған мән бермейміз. Фтор бізде өте белсенді болғандықтан табиғатта бос күйінде кездеспейді. Ол тек қосылыс түрінде болады. Негізгі минералдар флюорид, кальций фториді, криолит, фторапатит тау жыныстарында топырақта өте жиі кездеседі екен. Ал енді биологиялық рөлі бізде өте орасан зор. Мысалға қараңыздар. Бұл әсіресе тіс эмаліне және сүйек тініне әсер етеді екен. Аз мөлшерде адам ағзасына пайдалы. Бұл эмальдің қышқылға төзімділігін арттырады, кариестің алдын алуға көмектеседі. Ал егер фтор шамадан көп түссе, флюороз деген ауруға алып келеді. Флюороз. Енді қысқаша бір қорытынды жасап жіберейік. Фтор 7А топтың элементі, бірақ барлық галогендердің ішінде ең ерекше соқталып, себебі оның электр терістілігі жоғары, өте жоғары. Бұл табиғатта бос күйінде кездеспейді, тек минералдар құрамында болады. Оның сутекті қосылса, фтор сутек, бұл әлсіз қышқыл, бірақ өте қауіпті әрі шынының ертеді екен. Осыларды бір жүйеге салып түсінсең, фтор тақырыбы жаттаусыз-ақ есте қалады. Енді осы видеоның соңындағы мен қалдырып кеткен файлды дұрыстап толтырып жазатын болсаңыздар, осы 35 баллды ойланбай алатын боласыздар. Енді көп рахмет, көргеніңізге. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.